Көзіне жасалған Айс Мөлдірге ренішін білдірді. Күтпеген жағдай орын алды. Айстың Мөлдірге деген талпынысы су сепкендей басылды. Мисс Мөлдір қызымыздың соңынан ел асып Қытайға қуып барған Айсұлтан көзіне жасалды. Еске салайық, Айсұлтан қарындасымен Гуанчжоуға Мөлдір тұрып жатқан қалаға барған болатын. Бірақ Айстың бұл әрекеті сәтсіз аяқталды. Бұл туралы Айсұлтан әлеуметтік желідегі ресми парақшасында хабарлады. Мөлдір жайлы сторис арқылы жайып салды. Осындай қаладан керек адамыңды табу мүмкін емес көрінеді. Қытайға жай қыдырып барғаным жоқ. Қыдыратын мүмкіндік болса, Европаны аралайтын едім, деп нақты Гуанчжоуға Мөлдір үшін келгенін нақтылады. Айсұлтан сонымен қатар көрерменнің көкейінде жүрген «Кәсіп жасамайсыз ба, сол жақта?» деген сұраққа жауап берді. Ондай оймен келмегем негізі. Бірақ сәл уақыттан кейін кәсіп үшін точно келемін. Білмегенімді біліп алдым десем болады, деп ағынан жарылды Айсұлтан. Сондай-ақ Айс мырза, Қазақстанға қайтамын-ау уже деп ренішін жасырмады. Еске салайық, Гуанчжоу қаласында мисс Мөлдір Айсұлтанмен кездесуден бас тартқан болатын. Желі қолданушылары жанайқайын жеткізді. Айсұлтан алтынның қоянды қамысы ерді, намысы өлтіреді. Елге келгенде барып тұрып неге бармадың? Сөйлеспедің ба? Деген сұраққа қалмай бар сөйлесіп қайт. Мөлдір де ақылсыз қыз емес. Ойланатын жасқа келіп тұр. Терезесі тең ұл мен қыз. Ешкім ханның ұлы не болмаса ханның қызы емес. Сезім бар екеуіңде де тұншықтырмай ашық жауап болу керек. Бүкіл халық күткен жауап бүк болса да, шық болса да жақсы көру бар. Болғасын соны бағалай білсе, екі жақта жақсы болушы еді екеуіңе де. Айс бәрі жақсы болады. Қыздың назы бар. Көп ренжіттің ғой, басылады уақыт емші. Бақытты болыңдар, қыз назданады ол. Сабырмен шешімдер, мә екеуіңнен сондай ақылды ұрпақтар шығады-ау, деп жазды көрермендер. Мисс Мөлдір қызымызбен Айс Гуанчжоуда қайта қосыла ма?